Құрметті мемлекеттік органдардың өкілдері, құқық қорғаушылар мен журналистер. 20 мамырда менің әпкем Дарханбаева Жансұлу Сейтмұхамедқызы әлеуметтік желісіндегі бейнежазбалары үшін Қазақстан Республикасының 174 бабының 1 бөлігі бойынша 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Үкім шыққан кезде ол жүктіліктің 37-ші аптасында болды. Сот оның жүктілігін жеңілдететін мән-жай деп таныса да, оны сот залынан бірден қамауға алынды. Бұл шешім гуманизм, әділеттік және заң алдындағы теңдік қағидаттарына қайшы келеді деп есептейміз. Сараптама қорытындысы бойынша оның сөздерінде зорлық, зомбылыққа шақыру немесе мемлекеттің тұтастығына қарсы пікірлер болмаған. Жансұлу кінәсін мойындады, өкінді, бұрын сотталмаған. Сот бұл үкімді қоғамдық резонанс деп түсіндірді. Бірақ әлеуметтік желілерде Жансұлу туралы жазбалардың көпшілігі оны қолданған пікірлер. Бұл шынайы қоғамдық реакция. Егер оған әділеттікпен жауап берілмесе, бұл үн күшейе түседі. Таңдамалы әділеттіктің мысалдары. Вячеслав Николаев Қазақстан жерін сыйлық деді, жаза қолданған жоқ. Евгений Федоров жер жалдауда деп мәлімдеді, кешіріммен шектелді. Рат сатып алды, миллиардтаған теңге ұрлады, 2024 жылғы шартты түрде босатылды. Самат Әбіш қаңтар оқиғасындағы іс бойынша шартты жаза алды. Іс жабық өтті. Біздің талабымыз Жансұлу Дарханбаеваны дереу түрде босату. Апелляциялық тәртіппен үкімді шұғыл қайта қарау. Шынайы қоғамдық пікірді ескерту. Зорлық жасамаған жүкті әйелге қатысты әділеттікті қалпына келтіру. Құрметті қазақстандықтар, бүгін бізде сот әділетті бола ма, жоқ па, соны шешетін сәтте тұрмыз. Жансұлу Дарханбаева ешқандай зорлық көрсетпеген, ешқандай ауыр қылмыс жасамаған жүкті әйел. Осы бейнені таратыңыз, постпен бөлісіңіз. Сот пен билік шынайы халық үнін естісін. Жансұлудың тағдыры бұл бір адамның ғана мәселесі емес. Бұл әділетті Қазақстанға сенетін әр азаматтың сыны.